Қазақ-жоңғар шайқасы. Қазақстан мен Қытайдың қазіргі шекарасы. Құлыным, маған құлақ сал. Шығыстан жоңғардың қалың қолы шабуыл жасауда. Әкең сол жауға тойтарыс беруге аттанғалы отыр. Есіңде болсын, елің мен жеріңді қорғау сенің міндетің. Бұл дәнді келес ұрпаққа қалдыруың қажет. Оны ешқашан ұмытпа. Қуғын сүргін кезеңі. Краснодар өлкесі. Қазіргі Ресейдің аумағы. Ұлым, бұл бидай тұқымдары. Оларды менің әкем, сенің атаң берді. Осы тұқымдардың арқасында біздің үйімізде әр қашанда нан бар. Маған осы тұқымдарды қастерлеп сақтауға уәде бер. Сань, Лёш! Я, бара жатырмыз. Сань, анау жақта. Саулық тілеймін. Социалистік республикалар одағының жоғарғы кеңес қаулысына сәйкес, сіз барлық иеліктеріңізді босатуыңыз керек. Қазақ КСР аумағына сілтеме жасауға жіберілесіз. Қайда? Қайда жер аударымыз? Мен сізге малымды, астығымды, бәрімді бердім, бірақ жерімді бермеймін. Сізде дайын болу үшін 1 сағат бар. Сашенька, жиналуға дайындалайықшы, өтінем. Любенька, мен ешқайда кетпеймін. Естисің ба? Мен ешқайда кетпеймін. Қайталаймын, бұл бұйрық. Мен ешқайда бармаймын. Жоқ, Лёша, жоқ! Сақтауға уәде бер. Ұлы жұт. Ашаршылық кезеңі. Солтүстік Қазақстанның қазіргі аумағы. Қызым, қазіргі халқымыздың ашаршылық заманында не болса да есінде сақта. Олар біздің малымызды, жанымызды тартып алуы мүмкін, бірақ кең байтақ жерімізді ешқашан тартып ала алмайды. Ең бастысы, мынау дәнді көзінің қарашығындай сақта. Жеріміз, дәніміз біздің болашағымыз. Айналайын, оны өз балаларына аманат ет. Біздің көргенімізді олар көрмесін, сақтай көр. Бұл не? Бұл мүмкіндік біздің жарқын болашағымызды құру үшін ата-бабаларымыздың қалдырған мұрасы.
2016 жылы мен 26 жасқа толған кезімде ұлым дүниеге келді. Осы сәттен бастап мен тек өзімнің ғана емес, баламның да болашағы туралы ойлана бастадым. Дәл осы кезде жер жайлы митингтер басталды. Мен де менің миллиондаған отандастарым секілді жерді шетелдіктерге сатуға қарсы едім. Ол кезде 26 жасар жігіт не істей алар еді? Іс жүзінде ештеңе. Өз әлсіздігімді мойындап, осыдан 150 жыл бұрын өмір сүрген атамды есіме алдым. Ол Ұлы Абайдың әкесі Құнанбаймен бірге қазақ халқының көшіп қонуын қойып, жер шаруашылығымен айналысу туралы үлкен идеяны іске асырғылары келген. Бірақ өкінішке орай, бұл идеяны олар іске асыра алмай қалған болатын. Осыдан кейін мен аталарымның арманын жалғастыру үшін өз идеямды қалыптастыра бастадым. 4 жылғы зерттеуден кейін 30-ға толған жасымда мен не істеу керектігін анық білдім. Бұл құбыр сату емес, мұнай да емес. Оларға қарағанда әлде қайда маңыздырақ. Ол үшін маған мықты команда мен жақсы дәндер қажет. Біз оларды Канададан таптық. Бірақ біз бір затты ескермедік. Канада 30 жыл бойы өз дәндерін ешкімге сатпаған. Біз 2 жыл бойы сол дәндерді сатып алу үшін хатта жаздық, қоңырауды шалдық, бірақ одан ештеңе де шықпады. Командадағы адамдардың көңіл күйі түсті. Өйткені жобамыздың жетістігі осы дәндер. 3 ай бойы мен түнімен жұмыс істеп сатушыларға өзім звондадым. Бірақ олармен келісе алмадым. Содан кейін әлемдік пандемия басталды. Сол кезде Аманайда керемет идея туды. Дүниежүзілік сауда ұйымының ережелерінде TRIPS келісім шарты бар. Оған негізделсек, патенттік құқықтар төтенше жағдайлар және пандемия кезінде өз күшін жояды. Яғни сол кезде қандай да бір тауарды мемлекеттен кедергісіз экспорттауға болады. Біз әрекет жасай бастадық. Дәндер сатып алу үшін бәріміз Канадаға ұшуды жоспарладық. Бірақ пандемияның кесірінен ешкімге виза берген жоқ. Сол кезде тек Маратта ғана виза болды. Содан соң ол жалғыз өзі ұшып кетті. Проблемалар бірден басталды. Бүкіл команда Канада уақытымен өмір сүрді. Мен сол кезде Instagram арқылы Арсенді таптым. Мен Instagram'нан сторис көріп, Аянға жауап бердім. Сен Канададасың ба? Қалай көмектесе аламын? Аян маған қиындықтар туралы айтып берді. Бұны тыңдап мен көмектескім келді. Бірақ бұл уақытта қалай екенін білмедім. Келесі күні мен Ванкувер әуежайында Маратты күтіп алдым. Қонақ үйге барар жолда күліп әңгімелесіп отырдық. Білесіз ғой, үйден алыс болғанда, бауырларымызды кездестіргенде жылы сезімге бөлінесің. Кездескеннен кейін Мараттан күтпеген ұсыныс түсті. Арсен, мен 10 күн Канадада жүріп өте шаршадым. Сен Саскачеванға барып, поставщиктермен кездесіп, біле аласың ба, не болды, неге тауар жібермей жатыр бізге? Сол кезде мен ойланбай жауап бердім. Әрине маке, проблем жоқ, барамыз. Мен бірден Жәнібекпен хабарластым. Бұл қарапайым күндердің бірі болды. Арсен қоңырау шалып, ертең жоспарларың бар ма деп сұрады. Мен жоқ деп жауап бердім. Ол коронавирус пандемиясында маған Саскачеванға баруды ұсынды. Біз өзіміздің бауырларымызды тастамаймыз ғой? Келесі күні біз фермермен кездесу үшін Канаданың арғы бетіне ұштық. Фермер айдалада кездесуді ұсынды. Біз келіп, канадалық фермерді күтті отырдық. Бір уақытта келе жатқан джип тоқтап, терезесін түсіріп, өзіне қарай шақырды. Мен машинадан атып шықтым. Қасына жақындаған кезде қолындағы мылтық жылт ете түсті. Мен көлікте отырып, Арсеннен бірден тоқтап, қолымен құрқасын жоғары көтерген көрдім. Мен қарусыз екенімді көрсеттім, кім екенімді және қандай мақсаттан келгенімді түсіндірдім. Бұдан кейін ол сабыр сақтап, бізге сендер гангстерге ұқсайсыңдар және мен ешкімге сенбеймін деп айтты. Біз сөйлесіп, көп сұрақ бойынша келісім таптық. Келесі күні Марат ұшып келді. Одан кейін менің өмірімнің ең қызықты сәті басталды. Сол кезде шын айтсам қорқынышты болды. Бірақ жүрегім жылтқаны, егер бұл дәндер Қазақстанға түссе, ықпалы зор болатын екенін білдім. Басында бұның бәрі бір-ек жетте бітеді деп ойладық. Бірақ қазір 4-ші апта. Біз жүкті көліктерге артқаннан кейін кейбір сатушылар жүкті көліктен түсіріп, қайтаруын талап еткен уақыттарды болды. Фермерге және транспорттық компанияларға корпорацияның өкілдері хабарласып, бізбен жұмыс істеуін талап етті. Монреальға ұшуға шешім қабылданды. Жаңа провинция, жаңа қала және тағы да таныстар жоқ. Монреде болған кезде Аскар деген досым есіме түсті.
ол доктор PhD қорғауға дайындалып жүрген. Жәнбектен күтпеген қоңырау шалынды. Ол достармен Монреальде екенін айтты, кездесуге шақырды. Жерлестердің осындай келгені туралы хабар мені қуанды. Мен олармен кездесуге шықтым. Асқардың сол жерде болғаны орынды болды. Ол бірден мәселенің мән-жайын түсінді. Біз 17 компанияны ашып, әр жерден кішігірім партиялармен дәндердің сатып ала бастадық. Басында біз канадалықтарға заңдылығын дәлелдедік. Бірақ олар бізбен келіскен жоқ. Және барынша бізбен жұмыс істеудің бас тартты. Уақыт айырмашылығы, пандемия, басқа проблемалар, агрокомпаниялар жағынан кедергілер. Бірақ не жағдай болса да армандаған дәндерді сатып алды. Бәрін қоймаға әкеліп, қаптап, контейнерге салып, корабльге артып жібердік. Бірақ Канаданың таможнясы біздің кемені тоқтатып, кемеден контейнерлерді түсіріп, оларды арестке алды. Басымызға жай түскендей болды. Жүкті қамауға алған кезде біздің жобамыз қиын қауіпке түсті. Сол кезде біз бәріне хат жаза бастадық. Біріккен ұлттар ұйымына, біздің сыртқы істер министрлігіне, тіпті Канада премьер-министрі Джастин Трюдоға да жаздық. Біздің елшілік пен ООН-нан көмек келді. Олар Канада үкіметіне ресми хат жазып, бізге қолдау көрсетті. Таңғы сағат 5. Пандемияға байланысты қалада жүруге тыйым салынған. 4 қазақ бала порт жақтағы паркке жол тартты. Жаңбыр жауып тұр, күн салқын. Ал біз корабльдің Монреаль портынан шығуын күтіп тұрмыз. Біз күткен сәт. Корабль біздің армандаған дәндермен порттан жүзе шықты. Қуанышымызға шек болмады. Казахстанская земля! Встречай лучшую генетику! Құрметті ата, сіздің қасымызда болмағаныңызға 120 жылдай өтіпті. Сіз маған аспаннан қарап, менің хатымды оқып тұрғаныңызға сенемін. Мен сіздің арманыңызды жалғастырудамын. Достармен бірге біздің жобаны іске асыру үшін өте бағалы дәндерді алып келіп, оны көбейту мақсатымен биыл ектік. Енді 2 жылдан кейін 2022 жылға қарай осы дәндер 5 миллион гектар жерге егуге, ал 3 жылдан кейін бүкіл Қазақстан жеріне егуге жететін болады. Білесіз бе ата, ең қызығы осы дәндерді көбейту кезінде оның сапасы мен жоғарғы өнімділігі төмендемейді екен. Олардың ғалымдары қандай ақылды десеңізші. Ұлы Абайдың шығармаларын оқып отырып, сіздер әрдайым адалдық пен әділдікті ұстанғандарыңызды түсінетінмін. Біз де өз іс-әрекетімізде бірде-бір заңды бұзбадық. Ата, мен сондай мықты команда жинап алдым. Олардың әрбіреуінің өзіндік тұлғасы бар. Барлығы да батыл, ақылды және жасампаз. Олар менімен бірге, себебі олардың жүрегінде осы миссия, осы арман. Қазір біз өз жоспарымызды жазуды аяқтадық. Біз оған өзіміздің бар тәжірибемізді, біліміміз бен бар күшімізді салдық. Осы уақытта әлемдік пандемия кең жайылып жатқан кез еді. Көбі ауырғандарына қарамастан жұмыстарын жалғастырды. Өйткені біз өз миссиямызға сеніп, бір сәтке де тоқтамадық. Қазіргі сәтте біз әлемдегі ең үлкен агрокомпания жобасын халыққа жариялап жатырмыз. Ізгі ниетпен сіздің ұрпағыңыз. Негізгі миссия ретінде біз осы жобаға қатысатын 4 негізгі тарап алатын шынайы пайданы атап айтамыз. Қазақстан халқына, Қазақстан үкіметіне, әлемдік институционалдық инвесторларға және барлық астық тұтынушы елдерге. Қазақстан халқына біздің ұсыныстарымыз: жер мәселесін шешу жолын, шетелдіктерге жерді сатпау және жалға бермеу мақсатында біз сол жерді 1000 бөлікке бөліп 21 мен 35 жас аралығындағы Қазақстан азаматтарына бөліп береміз. Олардың әрқайсысы жылына $1 миллион кепілді табыс табады. $3 миллиард жаңа агротехника сатып алынып, 21 мен 35 жас аралығындағы 200 Қазақстан азаматтарына бөліп беріледі. Олардың әрқайсысы жылына $1 миллион кепілді табыс табады. 1200 тиімді менеджер 30 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашады.
Әр адамның жалақысы айына кем дегенде $700 болады. 100 ауылға 100 жаңа аурухана, 100 мектеп, 100 балабақша саламыз. Халыққа тегін білім беріп, кепілді жұмыс орындарымен қамтамасыз етеміз. Біздің жаңа жүйемізде тарихымызда болған әділ билер сотын қайта жандандырамыз. Үкіметке біз Қазақстанның агроөндірісін субсидиясыз қалпына келтіру және жедел дамыту жүйесін ұсынамыз. Ол жүйе Қазақстандағы кем дегенде 7 миллион адамға позитивті, мультипликативті әсерін тигізеді. Біз бұл модель Қазақстанды экономикалық дағдарыстан шығаратынына сенеміз. Инвесторларға біз өте пайдалы және қолайлы ұсыныс дайындадық. Сонымен қатар, инвесторларға әсері тиетін барлық тәуекелдің түрлерін қарастырып, оларды азайту немесе мүлде жою жолдарын ойластырдық. Бұл жобаны іске асыру үшін 7 миллиард ақш доллары қажет, және де жобаның өтеу мерзімі 5 жылды құрайды. Сонымен қоса, бұл жоба Біріккен ұлттар ұйымының 17-ден тұратын тұрақты даму мақсаттарының 16-сын шешеді. Астық тұтынушы елдерге біз азық-түлік қауіпсіздігі жүйесінің тиімді түрін ойлап таптық. Қазақстан Республикасының аумағында әлемдік азық-түлік банкін құруын ұсынамыз. Бірінші тарау. Жер. 5 миллион гектар жерді біз халыққа бөліп береміз. Біздің фондтың басқаруында 5 миллион гектар жер болады. Көз алдыңызға елестету үшін бұл шамамен 1,5 Швейцария, 2 Израиль немесе 5 Катар. Ал енді басты сұрағымыз, біз осыншама жерді қайдан аламыз? Несие төлей алмағандықтан және табыстың төмен болуына байланысты Қазақстанның көптеген агрохолдингтері банкротқа ұшырады. Ол жерлер Қаржы министрлігінің қарамағындағы проблемалық несиелер қорына берілді. Ол жерде қазіргі таңда шамамен 1 миллион гектар жер бар. Сонымен қатар, коронавирус дағдарысы салдарынан және жетік технология болмауынан бір жылдың ішінде тағы да осы қорға 4 миллион гектар жер түседі. Агрохолдингтердің басты проблемасы олардың меншігіндегі жердің көлемі өте үлкен болуында. 200 мың гектар, 500 мың гектар, миллион гектар. Біздің жүйемізді құру үшін әлемнің түкпір-түкпірін аралап, Европаның, Американың, Канаданың және Аргентинаның үздік әлемдік тәжірибелері мен технологияларын зерттеп, таңғаларлық қорытындыға келдік. 10 мың гектар көлемдегі жер тиімді басқарылады. Көлемі 10 мыңнан көп жерлер банкротқа ұшырауы мүмкін. Осы жерден келесі сұрақ туады. Егер де 10 мың гектарға жуық жер тиімді басқарылса, 5 миллион гектардан тұратын ең үлкен агрокомпанияны қалай басқарамыз? Осы сұрақтың жауабын біз франчайзинг технологиясында таптық. Мысалы, KFC, McDonald's, Starbucks секілді алып компаниялар 100 мыңнан астам кафелерін тиімді басқарады, бірақ бірде-бірі олардың меншігінде емес. Бізде сол алып компаниялар секілді тиімді жүйе құрғымыз келеді. Жер халықтың жеке меншігінде болады, ал система біздің меншігімізде болады. Біздің жобамыз бойынша 5 миллион гектар жерді 1000 адамға бөліп береміз. Әрқайсысына 5 мың гектарға жуық жерден беріледі. Ең бастысы, олар міндетті түрде 21 мен 35 жас аралығындағы Қазақстан азаматтары болуы тиіс. Ал техника мен 200 МТС менеджері басқаратын болады. Ол туралы кейінірек тоқталамыз. Жер ешкімге тегін берілмейді. Ол жердің бағасы бар. Біз 5 миллион гектар жердің барлық қарызын жиынтықтап қосып, белгіленген дисконт аламыз да, сол қарызды 1000 бөлшекке бөлеміз. Айтулы қарыз жердің құнына айналады. Сіз осы жерді 3 жылдан 7 жылға дейінгі аралықта бөліп төлеу арқылы сатып аласыз. Үкімет Қазақстан азаматы болып табылатын біздің тиімді менеджерімізбен келісім шартқа отырады. Ол бойынша тиімді менеджер 3 жылдан 7 жыл аралығында оны төлеп, кейіннен толық құқылы жеке меншік иесі болып шығуы тиіс. Осы ойдан келесі сұрақ туындауы мүмкін. Тиімді менеджер әлі жұмысын бастаған да жоқ, ал оның мойнына біреудің қарызын іліп қояды ма? Жоқ, тиімді менеджер үшін бұл қарыз емес. Ол жердің құны. Бұл жерді 5 жылдың ішінде бөліп төлеу жүйесі бойынша сатып аласыз. Егер адал еңбек етсеңіз, біздің жүйе бастапқы капиталсыз сізге 5 жылдың ішінде жердің құнын жабуға, әрі жақсы табыс табуға мүмкіндік береді. Басқа сұрақ. Егер тиімді менеджер мұны орындай алмаса, егер тиімді менеджердің қолынан келмесе, онда ол басқа тиімді менеджермен ауыстырылады. Бұл жағдайда ешқандай қосымша штраф пен қарыз салынбайды. Екінші тарау. Дәнді тұқымдар. Әлемдегі ең жақсы дәндер әр адамға қолжетімді болады.
Канадалық дәндердің артықшылығы бұл әртүрлі аурулардан қорғалған, желдің қатты соғуына шыдамды, құрғақшылыққа төзімді және әр гектардан шамамен 35-50 центнерден жоғары өнім беретін жоғары сапалы селекция. Салыстыра келсек, қазіргі таңда Қазақстандағы орташа өнімділік әр гектардан 10-12 центнерді құрайды. 5 миллион гектар жерді қамтамасыз ету үшін көлемі 1 миллион 200 мың тонна дәндерді тазарту, кептіру және сақтау жөніндегі арнайы зауыт қажет болады. Астық банкте бидай, арпа, соя, зығыр, рапс, жүгері, жоңышқа, жасымық, қыша және бұршақ сияқты дәнді дақылдар болады. Ең бастысы, әрбір тиімді менеджер жыл сайын элиталық, жоғары сапалы дәндер алып отыратын болады. Бұл қалай жұмыс істейді? Бұл үшін 1000 тиімді менеджердің 40-ы репродуктор болады. Олар селекция тазалығын сақтау арнайы бағдарламасы бойынша дәндерді көбейтумен айналысады. Осылайша 960 фермер жыл сайын жаңа, өте жоғары нәтиже беретін, өнімділігі жоғары дәндер алып тұрады. Сіздер мүмкін бұл ГМО деп ойлаған шығарсыз. Жоқ, ГМО емес. Бұл Канадада әзірленген жоғары сапалы селекция. Селекционный сорт. Бұл ГМО-сыз селекциялық сұрып. Демек генетикалық түрлендірілмеген. Бұл біз үшін өте маңызды, себебі Қазақстанда ГМО-ға тыйым салынған. Енді басқа сұрақ туындады. Неге Канада? Екі ел жер шарының әртүрлі нүктесінде орналасқан. Сондықтан климаты да әртүрлі болуы тиісті. НАСАның спутниктік деректері бойынша екі аймақтың солтүстік Қазақстан мен канадалық Саскачеванның климаттық жағдайларының ұқсастығы расталды. Жауын-шашын, ауаның температурасы мен ылғалдылығы бойынша ұқсастық бірдей және 97%-ды құрайды. Саскачеван мен солтүстік Қазақстанның климаты өте ұқсас. Оны біз ылғалдылық деңгейі, температурасы және топырақ типтері бойынша байқаймыз. Мен Саскачеванның технологиясы мен тәжірибесін қолдана отырып, Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытудың үлкен потенциалы бар деп санаймын. Үшінші тарау. Білім беру. 3 жыл бұрын мен шетелде жұмыс жасадым. Сол кезде Марат маған звондап, үлкен жоба бар, сен маған Қазақстанда керексің деді. Содан кейін мен отаныма оралып, өзім армандаған университет құра бастадым. Заманауи агроөнеркәсібі сапалы білімді талап етеді. Қазақстан агроиндустриясында кадр жетіспеушілігі үлкен қиындық. Білікті мамандарсыз біздің жобаны іске асыру мүмкін емес. Бұл мәселені шешу үшін біз Қазақстан азаматтарына арналған сапалы және тегін білім беруіміз қажет. Қысқа мерзім ішінде қазақстандықтардың көбін қалай қамтимыз? Оларға қалай лайықты білім бере аламыз? Жауабы оңай. Бұл онлайн білім беру. Білім беру процесі қалай өтетін болады? Қазақстанда 21 жастан 35 жасқа дейінгі 5 миллионнан астам адам өмір сүреді. Олар фондымыздың тиімді менеджері болуға мүмкіндігі бар. Олардың арасынан әділ таңдау әдісі бойынша 1200 озық үміткер таңдалады. Бұдан әрі, тиімді менеджер өзіне команда жинайды. Оған әлемнің кез келген нүктесінде тұратын Қазақстанның азаматы бола алады. Әркім өз смартфоны немесе ноутбугі арқылы лекция тыңдап, емтихан орталығына сынақ тапсыруға барады. Онда оның тұлғасы анықталып, тестілеуге жіберіледі. Емтиханды табысты тапсырған жағдайда, ол базалық лицензия алады да деректер базасына енгізіледі. Бұдан әрі, практикалық лицензия алынады. Бұл үшін тиімді менеджер деректер базасына кіріп, онда өз командасына қызметкерлер жинайды. Осыдан кейін ол фондқа практикалық білім алу үшін сұраныс жолдайды. Олар егістікке кәсіби агрономдармен практикадан өтіп, John Deere, Class, Case секілді тренажерлық агротехниканы игереді. 1 жылғы оқудан кейін сіздің командаңыз толық құрылады. 4-ші тарау. Білім орталығы. 1 жылдық білім беру аз екенін білеміз. Бірақ ұзақ білім беруге уақыт жоқ. Сол кезде мен білім орталығын ойлап таптым. Тиімді менеджерлерге тәулік бойы қолдау көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық орталық құрылады. Бұл құрылымның міндеттері консультация беру мен сүйемелдеу болып табылатын мол тәжірибесі бар бүкіл әлемнің 40 ғалымы мен практиктері жұмыс атқаратын болады. Жұмыс механизмі. Тиімді менеджер немесе оның қызметкері білім орталығына қоңырау шалады.
Онда жасанды интеллектісі бар жүйе клиенттің спутниктік жүйе деректеріндегі оның жер үлескісін сәйкестендіріп, сол мезетте барлық агрооперация тарихын көріп тұрады. Мысалы, клиент өз проблемасын айтып жүгінді делік. Оператор қоңырауды тиісті департаменттің метеорологына, топырақ танушысына, агрономына, немесе ғалымына жолдайды. Білім орталығы қандай қызмет көрсетеді? Өсімдіктерді қорғау бойынша, тыңайтқыштарды қолдану жөнінде, агротехника бойынша және әрбір агродақылдар жөнінде жеке консультация береді. Нақты болжамалы үшін дүние жүзінің 1000-ға жуық метеостанциялары мен барлық спутниктерінен деректер жиналады. Қашан себу, қашан қорғау және қашан жинау. Аурулар мен зақымданушылардың пайда болуын анықтау үшін егістікті 50 авиаскаутер дрондардың көмегімен бақылап отырады. Топырақ пен жапырақтың анализін алу үшін жаңа заманауи құралдармен жабдықталған 70 мобильді зертхана пайдаланылады. Барлық деректер сол мезетте-ақ жедел және нақты шешім қабылдау үшін білім орталығына жөнелтіледі. Барлық жұмыс SAP және Syngenta Cropia арнайы жүйесінде жүргізілетін болады. 5-ші тарау. Байланыс, ғаламтор және инновация. Мен байкермін. Мотоциклмен саяхатқа шыққанда. Ауылдарда интернет жоқ. Маған ол ұнамайды. Біз білетіндей, ғаламтор және жаңа технологиялар дәуірі басталды. 5 миллион гектар жердің қамту аймағын 100% қамтамасыз ету үшін 4G технологиясы бар 50 базалық станция орналастыру қажет. Syngenta компаниясының Cropia жүйесін ендіру фермер жұмысын едәуір жеңілдетеді. Қолжетімді технологиялардың бірі мыналар: егісті цифрландыру, картадан тиімді менеджер шаруашылығының аумағын және топырақтың тыңайтқышпен қалай қуаттандырылғанын көруге болады. Жоғары рұқсатты NDVI спутниктік түсірілімдеріне деген қолжетімділік. Бұл егілген дақылдардың түрі мен жиілігін, дақылдардың жетілуін, егінді жинап алғанға дейін өнімнің мөлшерін анықтау, дақылдардың зақымдану аймақтарын бақылау, техниканың GPS мониторингі, жанармай шығыны, жұмыс уақытын есепке алу, егіс жылдамдығы мен тереңдігін бақылайды. Инновациялық метеостанциялар өсімдік ауруларын, желдің ылғалдылығы мен екпінін болжап, зиянкестер үшін қолайлы жағдайдың болуын алдын алуды бақылайды. 8К рұқсатты камерасы бар дрондармен егістіктердің үстінен ұшып, нақты деректер алу, максималды нақтылық пен проблемалы аймақты анықтау. Жаяу скаутинг, негізінен егістікті жаяу аралап шығу. Көбіне қызметкерлер ерініп, аралап шықпай-ақ өтірік есеп бере салады. Осындай салғырттықтан бар өнімнен айырылып қалуға болады. Алайда, жаңа технологияларды пайдалансақ, бәрі де өзгереді. Мысалы, спутник түсірілімдері, дронның кезекті ұшып өтуі зерделенгеннен кейін, деректер білім орталығының маманына тапсырылады. Олар GPS көмегімен қашықтықтан аралап шығу траекториясын бақылайды. Айтулы операцияның нақты орындалуын қамтамасыз ету үшін фото мен видео есептер геолокацияға байланған. Егер қызметкер картада берілген нүктеде болмаса, білім орталығы есепті қабылдамайды. 6-шы тарау. Агротехника. Мен өзіме әр техниканы барынша тиімді пайдалануға мақсат қойдым. Әдетте, жерде техникада фермерлердің қолында болады. Біздің жүйеде 200 тиімді менеджерден тұратын МТС-ті басқаратын жаңа кластер құруды шештік. Олар ауыл шаруашылығы техникасына мамандырылатын болады. Осыған ұқсас тәжірибе Аргентинада сәтті қолданылуда. Біріккен ұлттар ұйымының FAO сарапшыларының пікірі бойынша, фермер мен МТС өз міндеттерінің аясында тұрғандықтан, айтулы жүйе ең ұйымдастырылған және тиімді болып табылады. Ал техникаға қатысты айтарымыз, ол белгілі бір фермерге тәуелді емес. Сондықтан ол өзара алмастырыла алады және басқа фермерлерде оны тиімді пайдалана алады. Техниканың істен шығып қалған немесе ақаулықтары анықталған жағдайда, өзге жақын маңдағы МТС оны ауыстырып беруге дайын болады. МТС-ке арналған агротехниканы таңдау кезінде біз John Deere, Claas, Case, New Holland, Bühler секілді әлемдік жетекші шығарушылардың пайдасына таңдау жасауды шештік. Бұл 2400 егістік кешендері, 3400 трактор, 4200 комбайн, 6000 жүк машиналары және көптеген басқа да техникалар. Бұл қалай жұмыс істейтін болады? МТС тиімді менеджері өзіне қызметкерлер штатын құрады. Олардың әрқайсысы фонд университетінде онлайн оқып, базалық және практикалық лицензия алады. Лицензия алмаған жағдайда олар жұмысқа алынбайды.
Бұдан әрі МТС тиімді менеджері банкке барып, артық төлемсіз барлық техникаға лизинг алады. Бір МТС пен 5 фермер жұмыс жасайды. Олардан тиісті жұмыс түрін орындауға өтінім алады. Барлық тапсырыстар SAP жүйесінде бақыланады. Ал МТС қызметінің тиімділігі білім орталығымен бақылауға алынады. 100% техника мен ангарлар МТС тиімді менеджерінің қолында болады. Келесі серияда бастапқы капиталсыз жылына $1 миллион табыс табудың механизмін ашып айтамыз. Я увидел большую систему. Қазіргі заманда әділ билер сотын қалай қайта жандандырамыз? И хочется всегда, чтобы было все честно и справедливо. Канадалық дән тұқымдардың біздің жерімізде тамаша өнім бергені туралы көрсетеміз. Такого мы никогда не получали. Она очень удивила нас. Такого еще, конечно, не было. Пандемия, дағдарыс және әділетсіздік кезеңінде жаратушымен жарқын болашаққа сеніммен